Хотя, қалайсыздар түсіреміздер, мен бірге мен қазақ жетпіш. Достар, бүгін біз новый рубрика бастаймыз, яғни осы мультфильмдеріне қателік табамыз. Бүгінгі видеода біз Қажымұқан мультфильмінен қателік табатын боламыз. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, жанда қолыңыздан жетіп қойыңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Біріншіде, аңшы келе жатқанда бала алдынан шығады. Ол кезде садаққа қарасақ, төмен қарайды садақтың жебесі. Ал енді келесі экранға қарасақ, жоғары қарап тұр. Не қызық. Қайтадан экран ауысқанда қайтадан жоғары қарайды. Ал енді келесі кадрда вообще оны суретшілер ұмытып кеткен садақты даже. Содан кейін қарасақ қайтадан түсіндіріңдерші маған, не болды мынау? Шешпей жатып өз кадрмен шешіліп кетті ма не? Ал енді мүсіннің артында көлеңке тұр делік. Ал енді келесі бетінде қарасақ, мүлдім бүкіл жер көлеңке. Сонда түсіндіріңдерші, бұл немене көлеңке, не тұр алдында сонша? Бір адамнан шыққан көлеңке әне тұр. Бірақ оның артында мынанша көлеңке не шықты? Мінеки атаға береді, ол тыр жалаңаш болады әрине. Ал енді келесі кадрдан қарағанда кенет мата пайда болады, қайттан бергенде жоқ болады. Қайттан қойғанда бар болады. Әрине бұндай мультфильм толағай осылай басылады. Ал енді Қажымұқан да осылай басылатын белгілі бәрімізге. Енді Саршұнаққа келетін болсақ, кенет көз алдымызда фон ауысып кетеді, резко. Көріп тұрсыз қандайыңыздай, фон резко ауысты. Көрдіңіздер ма, достар? Әкесімен отқанда жолбарыстың дауысын естиді. Екі садақ болады. Ал енді арпалысып жатқанда, сонда баласы екі садақ, әкесі бір садақ ұстап тұрды ма? Түсінбедім. Және бұл садақтың ерекшелігі түсін ауыстырады екен. Қазір сары, енді қоңыр. Фок, мінекей достар. Ауылда құрғақшылық болды делік. Енді бұлар қазақ қой, көшпенді халық қой. Сонан ұшам уақыт көш күтмей ма деймін да. Енді Қажымұқан премьерді өсіп, премьеріне 18 жаста делік жал. Ал мамасы сол киіммен әлі өспеген, даже вообще. Бір қартайған, шашы да жоқ қой даже. Және ыдысты әкеп қойған кезде, келесі кадрға қарасақ, ыдыс жоқ. Фук, мінекей сиқыр. Тіпті әкесі де өзгермеген ғой, қартаймаған. Саршұнақтың өзі әрі кетсе бір 15 жылда өмір сүреді. Оның де жататын уақыт еді ғой. Қажымұқан немене осы тауды алық делік. Ал бұл жаққа не болады? Жаннан, құстарына не болады? Бұл жер сонда ойламай ма деймін да. Маған бір жон дейді келді. В общем, мынандай бүкіл ауылды бір күйге салып атты. В общем, соны әкеп осында көшіре салу керек. Вот мінекей, уже новый идея құрастырып тастадым. Қажымұқан не үшін өлді? Саршұнақтың кесірінен. Ал Саршұнақ сонда қаш деді ал делік. Ол жерді қашып басқа тесіктен суға болмайды. Қызықты болу үшін, өлу үшін, әтей өлтіру үшін қой, қастандық қой. Жарайды, мінекей бүкіл алқа бөсіп бар жаңырды. Енді мінекей осымен осындай рубрика жалғастыр десеңіздер, айтыңыздар, каналға жазыңыздар. Достар, мен байқаймын, осы сіздердің каналды активсіз көтерсеңіздер, бізде толағай секілді көтеріп шығарамыз достар сіздер. Сіздер маған көп подписчик жинап берсеңіздер болды. Біз қазір 30, 50, 40 подписчикке жақындадық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ал енді чао. Сіздермен бірге болған мен қазақ 777 қызы.